Баршаға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Әйгерім. Сіздерге бүгін палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымыздың үстіне етімізді қызарғанша қуырып, үстіне пиязымызды салып, пиязымыз қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып аламыз. Орташа отта қуырамыз, баяуда емес, қатыда емес. Пиязымыз қызарғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып 10 минуттай орташа отта жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, палауға арналған дәмдеуіштерді салып, жақсылап қуырып, үстіне суымызды батып тұратындай етіп құйып, қайнап шыққаннан кейін жақсылап жуып алынған күрішімізді салып, суы тартылғанша астын баяу қоймаймыз. Пока біздің суымыз тартылып шыққаннан кейін астын өте баяу қойып, 20 минутқа демдеп қоямыз. Міне күрішімізді дәл осылай. Міне біздің дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.